Естеріңізде болса, Pocophone F1 смартфоны шыққан кезде өте жақсы сатылды. Бағасы 100 000 теңге еді, және оның былтырғы жағынан процессормен салыстырсаңыз, ең жақсы процессор болған. Сәлем достар, бүгін жаңа смартфон Pocophone F2. Өкінішке орай карантинді қатайтқаннан кейін бизнес-центрге кіргізбеді, және біздің оператордың өзі маған маска кигізіп қойды. Бұл смартфонны Mi 10 мен салыстыру керек, өйткені бұның процессоры ең мықты, бұның камерасы да жаман емес. Айырмашылық тек қана камерада шығар. Өйткені қазір ашып көреміз, ішінде не бар екенін көрейік. Ал мынау екінші нұсқасы. Мен ойымша бірінші смартфонды бәрі ала бастағаннан кейін екінші нұсқасы шықты. Қорап осындай әдемі, мүмкін Lamborghini'ға келтірген шығар. Ең бастысы қорабында мынандай чехолдың өзін көресіздер. Бірақ алдын ала айта кетейін, бұның чехолы шын айтсам маған ұнады. Бұл жай ғана силиконды емес, бұл кәдімгі жұмсақ пластик, және жақсы тұрады, және әдемі көрінеді. Чехол туралы айтқым келіп тұр, өйткені бұл басқалардан салыстырғанда силикон чехол емес, бұл кәдімгідей пластик, қатты, дауысы да шығады. Артында мынандай бүжір десе болады. Маған ұнады, чехолдың өзі ұнады. Енді смартфонның өзі, қазір оған да жетеміз. Type-C қосқыш кабелі, үлкен адаптер, 27 ваттық. Бұл смартфон жақсы жасауға тырысты, өйткені түрі де, түсі де, сапасы да өте жақсы. Бұл смартфонның шын айтсам ауыр, салмағы да ауыр. Артқы жағында осылай көрінеді, 4 камерасы бар. Үстіңгі жағында ашылып кіретін селфи камера. Мини-джек жоғары жағында. Әйтеуір бар болғанына рахмет. Жанында дыбыс батырмалары және әдемі қызылмен ерекшеленген басты батырма. Астыңғы жағында 2 сим-карта салатын слот, Type-C қосқыш, микрофон және динамик. Динамик ойнағанда кедергі болмайды. Дұрыс қой, бұл ойын смартфоны. Сим-карта салатын слот өзгешілігі осында. Екеуін екі жаққа орналастырасыз. Алпыс 4 мегапиксельді және кең бұрышты камерасы, мысалы Redmi Note 9 Pro мен салыстыратын болсаңыз, бұда 13 мегапиксельді кең бұрышты және әдемі түсіреді. Мысалы iPhone 11 Pro немесе iPhone 11 Pro Max-тың кең бұрышты камерасы өте жақсы. Мынау да сондай, әдемі түсіреді, жақсы түсіреді. Бұның көп артықшылықтарының бірі камерасы. Камерасы 64 мегапиксель, бірақ мынандай селфи камерасы шығып тұрады. Яғни экранда қарасаңыз, экранда ешқандай камерасы жоқ, ешқандай нүкте тәріздес, тамшы тәріздес, ешнәрсесі жоқ. Бұның селфи камерасы осылай шығып кіреді. Менің алғашқы бұрынғы видеоларды қарайтын болсаңыз, бұл осылай шығатын камерасы 100 000 рет шығып кіре алады. Яғни сіз оны күніне 5 рет ашсаңыз да, 10 рет ашсаңыз да, бұл сынбайтын зат, немесе құлатып алсаңыз да, ол өзі жабылып қалады. Бетінде заводтан пленкасы бар. Қазір Xiaomi сіздер үшін барлық мүмкіндік жасап жатыр. Аккумуляторды көбейтіп жатыр, қосалық бөлшектерді қосып жатыр. Айтпақшы, есіңізде ма? Егер чехол болса, ішінде құлаққап жоқ.
Енді процессор жағынан, бұл қазіргі уақытта естеріңізде болса, бірінші Pocophone процессор жағынан былтыр ең мықтысы болса, биыл мына смартфонның ішінде процессор ең жақсы. Сонда бұл да Snapdragon 865. Яғни осы уақытта Mi 10 мен салыстыруға болады. Егер мынаның бағасы 220 мың болса, Mi 10-ның бағасы 270 мың. Екеуінің айырмашылығы камерада. Бас салып тротлинг тестке тексердім. Бірақ бекер шығар. Бұл Snapdragon, бұл ең күшті және ең соңғы моделі, яғни тротлинг тесті 90%-ке қиналмай тұрақты көрсетті. Free Fire ойнайтындарға қалай болатынын көрсеткім келді. Ойын тез қосылды, баптауларын өзгертпедім. Өйткені қалай ауыстыратынын білмей, уақыт кетіргім келмеді. Бірақ тез ұтылдым. Келесі аналог ойын PUBG Mobile. Ол да біраз қинайды. Бірақ смартфон өзін жақсы көрсетті де және қызбады. I need a weapon. Біріншімен салыстырғанда бұл смартфонды жақсы дамытты. Заманауи жасауға тырысты. Өз ойым, маған бірінші нұсқасы ұнамады. Ол кішкентай, дизайны әдемі емес. Мынада, егер мықтылардың бірі Mi 10 мен салыстырса да болатын еді. Ал ендеше Mi 10 смартфонмен салыстырып көрейік. Екеуі де Xiaomi, екеуі де жаңа, екеуі де жақсы. Mi 10-да бір сим-карта, ал Pocophone-да 2. Mi 10-да пикселі 2340, ал Pocophone-да 2400. Экрандағы пиксель тығыздығы 386, оған қарсы 395. Бірақ Mi 10-да экран жаңарту жиілігі 90 Гц болса, ал Pocophone-да әлі 60. Және Mi 10-да экран шеттері майысқан, сол үшін экранның 90% дисплей. Бірінші раунд 3-3. Екінші раунд. Процессор моделі бірдей және қазіргі уақытта ең жақсы. Процессор жиілігі, ядро саны, графика Adreno 650 бірдей. Азу Mi 10-да 8 ГБ және ішкі жады 256. Оған қарсы Pocophone 6 ГБ және ішкі жады 128 ГБ. Pocophone артықшылығы сол ішкі жадындағы файлдарды тасымалдау 3-1. Сонда бұл раундта 2-1 болды. Antutu тестте екеуде ұқсас күш көрсетті. Үшінші раунд. Басында айтып едім, Pocophone камерасымен ұтылады деп. 108 мегапиксельге қарсы 100 000 теңгелік смартфонның сенсорын сала салды, 64 мегапиксельді. Mi 10-да телеобъектив жоқ, зато макрообъектив бар. Mi 10-да видео түсіргенде оптикалық стабилизациясы бар. Ал ол біраз адамға көмегі тиеді. Сонда бұл раундта 3-1 болды. Селфи камераны салыстырсақ, Pocophone жыртады. Біріншіден ол әдемі, екіншіден оның портретті режимі бар, ал Mi 10-да жоқ. Үшіншіден Pocophone-да селфи камерасында вспышкасы бар. Таза 0.3 ұпаймен мына раундты ұтты.
Бесінші раунд. Mi 10-да аккумуляторы 2%-ке көбірек. Оны қарастырмай қояйық. Mi 10-да 30 ваттық адаптер болса, Pocophone-да 33 ваттық. Mi 10 сымсыз қуатталады және өзі сымсыз қуат бере алады. Міне нағыз жаңа технология. Бұл раундта керісінше Mi 10 таза 2-0 ұпаймен ұтты. Және соңғы қосалқы бөлшектер раунды. Бетіңізді анықтайтын Face ID сканері Pocophone-да бар, ал Mi 10-да жоқ. Және радио тыңдайтындар үшін жақсы хабар. FM приемнигі бар. Кейбіреулер айтатын шығар, неше түрлі приложениялар бар деп. Бірақ мен өзім талайын көрдім. Немесе тек бір радио канал істейді, немесе нашар істейді, немесе оған интернет керек. FM приемник болған жақсы. Mi 10-да Google Air Core бар. Ол виртуалды әлем және әлі көп адам онымен қолданбайды. Бірақ санай салайық. Бұл раунд 1-2 болды. Енді бағасын салыстыратын болсақ, Mi 10-ның Kaspi KZ приложениясында бағасы 340 мың теңге, ал Pocophone F2 Pro 265 мың теңге. Осымен сіздерге Pocophone F2 Pro смартфонын көрсеткім келді. Артықшылықтары өте көп. Кемшілігі де бар. Мысалы, мен оны 3-4 күнде қолдандым. Біреу қоңырау шалған кезде оның динамигі өте кішкентай. Мысалы, арзан Redmi Note 9 Pro смартфонымен салыстыратын болсақ, динамигі 2 немесе 3 есе үлкен Redmi Note 9 Pro-ныкі. Ал енді бұл смартфон сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, комментарийге жазыңыздар. Аласыздар ма, алмайсыздар ба? Оны да комментарийге жазыңыздар. Алып, ашып көрсеттім, салыстырып көрдім. Енді сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Өкінішке орай карантин қатты ішінде не бар екенін бірге көрейік.